Қымбатты оқушылар, кезекті өзін-өзі тану сабағына қош келдіңіздер. Сабағымыздың бүгінгі тақырыбы адами қарым-қатынас жарастығы. Сабағымыздың дәйек сөзі: назары әдемінің ой санасы әдемі келеді. Ой санасы әдемі адам өмірдің рахатын көреді деген халық даналығы. Назары әдемі дегенді қалай түсінесіздер? Дәйек сөзден қандай ой түйдіңіз? Дәйек сөздің мағынасын сыныптастарыңызбен, отбасы мүшелеріңізбен бірге талқылаңыздар. Ары қарай сабағымызды тереңірек түсіну үшін Шәкәрімнің «Әділ Мәрия» романынан үзіндіні бірге оқып талдайық. Бізше адам өмірін түзеуге, барлық адамдар тату тұруға негізгісі адал еңбек, ақ жүрек, арлы ақыл болуға керек. Дүниеде бұл үшеуі үстем болмай, адам баласына тыныш өмір сүруге мүмкіндік жоқ. Мейірімділік, махаббат, қайырымдылық, адалдық ақ жүректен шығады. Ал арлы, ақылды адам қиянатты, зорлықты, өзімшілдікті, мақтанды білмейді және істемейді. Бірақ осы айтылғандарға қарсы жолдан қосылған, адамның бойында бір жола сіңісіп, біте қайнасып қалған күшті, зиянды жау нәрселер, әдеттер бар. Олар нәпсі, өзімшілдік, мақтан. Бұлардан ұшы қиыры жоқ жаман әдеттер туа бермек. Мысалы, зорлық, алдау, мансапқорлық, мал құмарлық, рахымсыздық, мейірімсіздік, қанішерлік, тағысын тағылар. Бұлай болғанда осы жаман әдеттерден құтылудың айласын іздеу керек. Ол үшін барлық адамды адал еңбек ететін жолға салу керек. Оларға еңбек өнерін үйрету керек. Онымен қабат оқу білімге жетілдіру қажет. Жаман әдеттерді жоюға бұлар жеткіліксіз болғандықтан, сол адал еңбек, білім үйренумен қабат ар білімі деген білім оқытылуға керек. Бұл ғылымды ақылды адамдар ойластырып, пән ретінде жазып, нәпсіні жойып, адам бойында жеке ардың қожа болып қалу жағын көздеу керек. Адам бойындағы нәпсі кеселі кетсе, өзгерісі оңай. Мәтінді сұрақтар қою арқылы талқыласақ. Автор неліктен адамдардың тату, тыныш өмір сүруінің негізін адал еңбек, ақ жүрек, арлы ақылдан іздейді. Автордың мейірімділік, махаббат, қайырымдылық, адалдықтың тек қана ақ жүректерден шығады деуінің себебі неде? Бұл қасиеттердің адами қарым-қатынаста алатын орны қандай? Оларсыз жақсы қарым-қатынас орнату мүмкін бе? Неліктен? Адамға жағымсыз қасиеттерден арылу үшін не істеу керек? Сұрақтарға жауап беріп, өздеріңіз бір түйінге келген боларсыздар. Енді мәтінді қорытындылай келе, мынадай түйін жасауға болады. Адамның қоршаған ортаға қарым-қатынасы оның өзіндік көзқарасынан, сенімінен, дүние танымынан, басқа адамдармен қатынасынан, ең бастысы оның әрекетінен көрінеді. Бүгінгі сабақта үйренген дүниелерімізді пайдаланып,
шығармашылық жұмыс жасайық. Бірінші тапсырма. Жағдаятты оқыңыздар. Өз ойларыңызбен жалғастырыңыздар. Данияр сабақтан асығып-аптығып үйге сөйлей кірді. Ата, осы неге мені Азамат түсінбейді? Не айтсам да, не істесем де дұрыс емес деп Арманды жақтайды. Оны ақ көңіл дейді. Неге? Атасы: балам, адал ниет адамның мінез құлқынан, іс әрекетінен көрініп тұрады. Адамдарды бір-бірімен сол ізгі, таза ниеттері біріктіріп байланыстырады. Адамдарға деген көңілі таза, пейілі ақ, ниеті түзу, адал адамды ақ ниет, ақ көңіл дейді. Демек, Арман сондай адам болған ғой. Адамдармен жақсы қарым-қатынаста болу үшін алдымен ниетіңді, пейіліңді түзетуің керек. Жүрегі басқаларға деген сүйіспеншілікке толы, ниеті түзу адам олардан да дәл сондай сүйіспеншілікті, таза ниетті қабылдайды. Ақ ниет ылғи да жақсылыққа бастайды, деді. Данияр ойланып қалды. Ұжымдағы достық жобасы аясында қайырымды істер жасаңыздар. Бұл үшін сіздің көмегіңізге кімнің мұқтаж екендігін түсінуіңіз керек. Ол сіздің құрбы-құрдастарыңыз, көршілеріңіз, қарттар үйінде тұратын қарт адамдар, немесе жай ғана көмекке зәру адамдар. Сондай-ақ жан-жануарлар болуы мүмкін. Сабақта білген, үйренгенімізді жүрегімізде сақтап, күнделікті өмірде пайдаланыңыздар. Сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңыздар.